Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі ерекше жолмен жасалынатын осындай қысқа сақтауға арналған керемет салаттың рецептін ұсынғым келіп тұр. Осы бір ерекше салатты сіз де менімен бірге жасап көріңіз, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Алдымен біз салатымызға қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Бізге болгар бұрышы, қырыққабат, сәбіз, пияз, сарымсақ, ащы қызыл бұрыш және де ас көк қажет болады. Алдымен қырыққабаттың барлығын видеода көріп тұрғандарыңыздай жұқалап және ұзынша етіп турап шығамыз. Міне мен осындай көлемде етіп турап дайындап алдым. Енді сәбізді арнайы кәріс салатын өткізетін үккіштің көмегімен жақсылап өткізіп аламыз. Біздің сәбіздеріміз ұзын-ұзын осылай болып шығатын болады. Пиязды қуыруға ыңғайлы болатындай етіп, 3 бөлікке бөліп, кішкене ұсақтау етіп турап алдым. Сарымсақты да қолымызбен ұсақ етіп турап аламыз. Және осы салатқа қалауыңызға қарай ащы қызыл бұрыштан қоссаңыздар болады. Мен бір ащы қызыл бұрышты ұсақтау етіп турап, осы салатыма қосатын боламын. Және ас көкті де ұсақтау етіп турап дайындап алдым. Достар, қажетті заттардың құрам мен мөлшерін астыдағы тұрған описание бөліміне жазып қалдырдым. Яғни осы видеоның атауының үстін басатын болсаңыздар, описание бөлімі ашылады. Соған қарап, аз немесе көп етіп жасасаңыздар болады. Мінекей өзімізге қажетті көкөністеріміздің барлығын турап дайындап алдық. Енді қызып тұрған табамыздың үстінен 200 грамм сұйық майды құямыз. Сұйық майымыз қыза бастаған кезінде үстінен жаңағы ұсақтап турап дайындап қойған пиязды қосып, кішкене сарғайғанша қуырып аламыз. Міне менің пиязым осылай болып қуырылып шықты. Неғұрлым сарғайтып қуыратын болсаңыздар, сіздердің салаттарыңыз өте дәмді шығады. Сәбізді де үстінен қосып, оны да кішкене 5-7 минуттай сарғайтып қуырып аламыз. Сәбіз қуырылып шыққаннан кейін оның үстінен қырыққабатты қосып, қырыққабатты да 5-7 минуттай жақсылап қуырып аламыз. Барлық көкөністерімізді қуырып болғаннан кейін бетін жауып, баяу отта 15 минутқа бұқтырып қоямыз. Арасында асты жабысып қалмас үшін осылайша қозғап тұру қажет болады. Ең соңында үстінен дәмдеуіштерін қоса бастаймыз. Жаңағы турап дайындап қойған сарымсақтың жартысын қостым. Оның үстінен 1 шай қасық тұзды қосып, баяу отта тағы бір 5 минуттай бұқтырып қоямыз. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Қызанақтардың барлығын ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы етіп турап дайындап алдым. Өткізілген қызанақтарымызды бірден қайнататын ыдысымызға құя береміз. Қызанақтардың барлығын өткізіп болғаннан кейін оттың астын қатты етіп қойып, бір рет қайнатып аламыз. Қайнап шыққанға дейін болгар бұрышының ішіне салмасын салып толтыра бастаймыз. Құрметті көрермендер, егер сіз менің арнама тіркелмей жаңадан қарап отырған көрермен болсаңыз, астыдағы тұрған подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Және де менің каналымдағы видео бөліміне өтетін болсаңыз, қысқа сақтауға арналған түрлі банкілердің жабу рецептілерін таба аласыздар. Мінекей болгар бұрышының барлығына салмасын салып дайындап қойдық. Қызанақты шырынымыз қатты отта бір қайнап шыққаннан кейін оттың астын баяу етіп қойып, тағы бір 15 минут өзін ғана қайнатып аламыз. 15 минуттан соң үстінен бір ас қасық толы тұзды қосып, дайын тұрған болгар бұрышының барлығын салып шығамыз. Қалауыңызға қарай түрлі дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Мен кептірілген ірі қара бұрыштан кішкене қосып жібердім және үстінен 3 дана лапыр жапырағынан қостым. Бұл дәмдеуіштерді өз қалауларыңызға қарай қоса бересіздер. Егер ұнатпайтын болсаңыздар, қоспай жасай берсеңіздер де дәмді шығады. Үстінен сарымсақ пен ащы қызыл бұрышты қосамын. Ас көкті қосып, жақсылап араластырамыз. Ең соңында біздің банкіміз атылмай жақсы сақталу үшін 70% уксусты пайдаланамыз. Мен көріп тұрғандарыңыздай 1 шай қасықты толтырмай кішкене уксустан қостым. Енді жақсылап бір араластырып,
5 минутқа қайнатуға қалдырамыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып қайнап жатыр біздің салатымыз. 5 минут қайнап болғаннан кейін стерилденген банкімізге сала бастаймыз. Алдымен біз болгар борщын саламыз. Себебі болгар борщының ішіндегі салмасы ашылып кетпес үшін бірінші салып алдым. Одан кейін үстінен сұйық бөлігінен толтырып құйып, банкіміздің аузын жақсылап бұрап аламыз. Міне біздің салатымыз осындай болып шығады. Болгар борщының ішіндегі салмасы ашылып кетеді деп ойламаңыздар. Ашылмай өте әдемі болып, өз қалпын сақтап тұрады. Дәмін енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес достар. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге де 100% ұнайтынына сенімдімін. Ерекше әрі дәмді болып шығады. Қыстың күндері нанға жағып жейтін болсаңыздар, керемет тәбеттеріңізді ашады. Банкінің барлығын жауып болғаннан кейін төңкеріп қойып, бетін жылы нәрсемен жауып қоямыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер сізге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз.